Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін алгебра пәнінен 9-шы сыныптағы Шыныбеков оқулығындағы 4-132 есептің көбейтіндіні қосындыға түрлендіруге байланысты есепті түсіндіргім келіп тұр. Мысалға, мына жерде жақшасымен берілген бірінші есепке қарайтын болсақ. Бұл синус, мына жерде x қосылған пи бөлінген 8 көбейтілген синус x минус пи бөлінген 8 деген осы есепті қарайық. Бұл жерде бізде синустардың көбейтіндісі, демек бізде 3 формула бар, көбейтіндіні қосындыға түрлендірудің. Осының ішіндегі синустардың көбейтіндісіне сәйкес осы формуламен ашуға болады екен, қосындыға түрлендіруге болады екен. Мына жерде бізде альфаның орнында мына тұрған түгел жақша тұр, одан кейін бетаның орнында түгел жақша тұр. Демек, осы екі жақшаны біз альфа мен бетаның орнында пайдаланып, мына формуланы жазып шығамыз. Сонда бізде мына есептің берілгенінде бірінші альфадан бетаны азайт деп тұр. Осы жерде шамал абай болу керек, себебі минус деп отырғанымыз бетаның таңбасын ауыстыру керек деген сөз. Мына жерде бізде бетаның орнында x азайтылған пи бөлінген 8 тұр. Осыны азайтқан кезде x қосылған пи бөлінген 8-ден бірінші жақшаның ішіндегі өрнектен альфа деп айтып тұрмыз, осының орнында тұрған сан. Осыдан азайтамыз x минус пи бөлінген 8. Осы жерде x-тің таңбасы берілгенде плюс, пи бөлінген 8-дің таңбасы минус. Плюсты да, минусты да таңбаларын ауыстырады. X-тің таңбасы минусқа, ал пи бөлінген 8-дің таңбасы плюске алмасады. Сонымен одан кейін ары қарай жазамыз. Азайтылған косинус альфа плюс бета. Бұл жерде қорқынышты еш нәрсе жоқ. Тек x плюс пи бөлінген 8 мен x минус пи бөлінген 8-ді бір-бірімен қосып жаза салады екенбіз. Сол таңбаларды өзгертпестен. Одан кейін енді мына жерде осы жерден таңбаларына қарайтын болсақ, қайсысы қарама-қарсы таңбалы болып тұрғанын көреміз. X пен минус x екеуі қарама-қарсы таңбалы болып тұр. Демек, екеуі бір-бірін жояды екен. Сонда бізде қалады екен пи бөлінген 8-ден екеуі қалады екен. Ал мына жерде таңбалары қарама-қарсы сандар, олар пи бөлінген 8 бенен минус пи бөлінген 8 екеуі бір-біріне қарама-қарсы сандар. Сондықтан осы екеуі бір-бірін жояды. Сонда бізде қалады пи бөлінген 8 бен пи бөлінген 8-дің қосындысынан пи бөлінген 4 қалады, ал x пен x-тің қосындысы 2x болады. Енді пи бөлінген 4-тегі косинустың таңбасы қандай еді? Түбірасты 2 бөлінген 2 тұғын, Демек, жазып жіберейік қазір. Түбірасты 2 бөлінген 2. Енді осыны осылай күйінде қалдыруға болады, немесе түбірасты 2 бөлінген 4 деп жақшаны 2-ден 1-ді мына екеуіне көбейтіп жазып қоюға да болады. Немесе осы күйінде қалдыруға да болады. Енді мәштемен түбірасты 2 бөлінген 4 деп жақшаны ашып жазайын. Ал екінші жақшада, екінші қосылғыштың көбейтіндісінде 1 бөлінген 2 көбейтілген косинус 2x болады. Сонымен осылай шығарылады. Қалған есептер де осыған сәйкес. Мына жерде соңғы 5-ші есеп пен 6-шы есеп осыған ұқсас, және мына 2-ші есеп те осыған ұқсас. Дәл осылай шығарылады. Ал мына 3-ші мен 4-ші есептер енді альфа мен бетаның орнында 75, 15 деген сандарды қойып, 4-ші есепте 40 пен 20-ны орнына қойып, формулалардың сәйкес формуланы тауып алып, соған қойып шығарамыз. Егер біріншісінде косинус, одан кейін синус тұрса, онда міндетті түрде мына бірінші көбейткішті екінші көбейткіш қылып жазып алыңдар. Сол кезде мына формулаға сәйкес қоюға болады.